Күн сәулесімен шағылысқан ұлы дала төсінде ғасырлар қойнауынан жеткен ұлы тұлға алтын адам. Оның әрбір бөлшегі батырлық пен данықтың биіктігінің символы. Алтын адам ғасырлардағы сақ тайпасының жас көсемі деп есептелетін жауынгердің мүрдесі. Ол 1969-1970 жылдары Алматы облысы Есік Қорғанынан табылған. Археолог Кемел Ақышев бастаған топ бұл жаңалықты ашып, Қазақстан тарихындағы ең маңызды археологиялық олжалардың біріне айналдырды. Сақ стиліндегі алтын сауыты, желмен тербелген шошақ бас киімі — бұл тек жәдігер емес, бұл біздің ата-бабаларымыздың асқақ рухының көрінісі. Оның жанындағы алтын қылыш, аң бейнелері салынған тақталар, сақ қорғандарының қайта жаңғыртылған бейнесі, бәрі де ежелгі өркениеттің құдіретін паш етеді. Бұл жәдігерлер сақтардың зергерлік өнерінің, мифологиясының, әскери мәдениетінің және әлеуметтік құрылымының жоғары деңгейде дамығанын дәлелдейді. Алтын адам Қазақстанның тәуелсіздік символдарының бірі ретінде танылып, елтаңба мен түрлі көрмелерде бейнеленіп жүр. Бұл біздің тарихымыз, біздің мақтанышымыз. Әрбір қазақстандықтың жүрегінде жаңғырып, ұрпақтан ұрпаққа жалғасатын мәңгілік мұра. Осы ұлы мұраны қастерлеу біздің парызымыз.